сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, нан тоқаш өнімдері. Яғни сабағымыздың мақсаты кәсіпорында шығарылатын нан тоқаш өнімдерінің технологиялық желісімен, тоқаш өнімдерінің жалпы формасын жасаумен танысу, сонымен қатар өндірісте өндірілетін құрал-жабдықтармен танысу және жұмыс істеп үйрену болып табылады. Негізі біздің сабағымыздың міндеті нан өнімдерінің технологиялық желісімен танысу, нан өндірістерінің шикізаттарымен, наубайхана өндірісіндегі аппараттармен, қамыр илеу аппараттарымен, сонымен қатар пішін беру аппараттарымен танысу болып табылады. Доғалау процесімен, қамырды дайындау әдістерімен танысу, алғашқы және соңғы жетілдіруді жасауды үйрену. Нан тоқаш өнімдерін безендіруді үйрену болып табылады. Жалпы нан дегеніміз не? Нан және нан өнімдері адам өмірінде ең маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар тәулігіне бір елге 150 килограммнан 500 килограммға дейін нан әкелінеді екен. Нанның құрамын органолептикалық көрсеткіштері бойынша анықтауға болады. Яғни оның дәмі, түсі, иісіне байланысты, пішініне байланысты, формасына байланысты нанның құрамын, нанның жаңағы органолептикалық қасиеттерін анықтай аламыз. Нанның қасиеті оның құрамы қамырда жүретін процестерге байланысты болады. Нанның құрамында көбіне белок қоспалары, крахмал, дәрумендер көп болып кездеседі. Жалпы нанды өндіру процесі өте күрделі және қиын болып келеді. Ол процестер бірінші шикізатты қабылдаудан бастаймыз, яғни өнімді дайындау, қамырды илейміз, төртінші қамырды ашыту процесіне жібереміз, қамырды бөлеміз, қамырды формалап пісіреміз. Пісіріп болғаннан кейін, яғни қамырды суытамыз, одан кейін сақтау және сатуға дайындауға жібереміз. Келесі, нан өндірісінде бидай ұны, су, ашытқы, тұз және қант негізгі шикізат көзі болып табылады. Сонымен қатар қосымша шикізат көзіне біз өсімдік майы, маргарин, сүт және сүт өнімдерін жатқызамыз. Қазіргі кезде қосымша шикізат көздеріне негізі ферменттерді, активті заттарды, крахмалдарды, сонымен қатар сүт сарысуларын қосалқы заттар ретінде қолданылып жатыр. Негізі қамыр ішінде микроағзалар, микроағзалардың әсерінен газ пайда болатын қабілетке ие болады, ал газ қантты және де оның құрамында тұрған тұзды майларды ертеді. Оны ерту барысында көмірқышқыл газ қамырдың біркелкі болуына ықпалын тигізеді екен. Өнімдерді дайындау барысында ең алғаш біз білуіміз керек техникалық қауіпсіздік ережелері. Яғни техникалық қауіпсіздік ережесімен танысу кезінде ең бірінші өндіріс орнының міндеті болып табылады. Екінші, танысу жұмысшылардың міндеті болып табылады. Яғни кез келген аппаратпен жұмыс жасағанда, оларды өшіргенде, қосқанда абай болуымыз қажет. Құрал-жабдықтармен жұмыс жасағанда, олардың саған және айналаңдағы адамдарға зиянын тигізбеуіне, олардың бөлшектерінің жасап жатқан өнімге түсіп кетпеуіне, сонымен қатар шаштардың жабық, артық заттардың, әшекей бұйымдардың болмауына ең алғаш қарауымыз қажет болып табылады. Барлық құрылғылар жуылған, дезинфекцияланған болу керек. Жууды санитарлық ережеге сай, жуу қабілеті жоғары, жуатын жоғарғы беттері толықтай тазартатын, судың тұздылығын толықтай жұмсартатын ерітіндіні пайдалануымыз керек. Тоқаш өнімдерін өндіру үшін бізге ең бірінші 250 грамм су, 125 грамм сүт, 115 грамм маргарин, 115 грамм қант, 5 грамм тұз, 2 ас қасық дрожжи, 2 дана жұмыртқа және 700 грамм ұн керек. Ең бірінші біз ыдысымызды аламыз. Яғни техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау барысында санитарлық оған ең бірінші біз таразыға 250 грамм суымызды қосамыз. $250 грамм суымызды және 125 грамм сүтімізді қосамыз. Одан кейін 115 грамм майымызды алдын ала дайындап қойған. 1
315 грамм қантымызды барлығын бір келке қылдырып араластырамыз. Одан кейін біз дайындап қойған алдын ала жұмыртқамызды қосамыз. Яғни жұмыртқамыз санитарлық дәрежеге сай жуылған болу керек. Алдын ала жуып қойғанбыз. 2 жұмыртқа. Барлығын бір келкі эмульсия болғанша араластырамыз. Яғни эмульсиямыз дайын болды дайындаған. Енді біз оған бір шымшым сода, бір шымшым дайындап қойған алдын ала тұзымызды, одан кейін дайындап қойған 2 ас қасық дрожжымызды қосамыз. Яғни дрожжы қоспас бұрын біз судың температурасын анықтап алуымыз керек. Яғни дрожжы суымыз қатты ыстық немесе қатты салқын болмау керек. Жылы қалпында дрожжыны қосамыз. Енді дайын болған консистенциямызға өзіміздің жаңағы дайындап қойған 700 грамм ұнымызды қосып қамыр илейміз. Ұнымызды електен елеп болдық. Енді біз осы дайын болған ұнымыздан қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ және шар қалпында болу керек. Қамырымыз дайын, өте жұмсақ болды. Өндіріс барысында бұны расстоечный шкаф дейміз, яғни қопсытқыш шкафқа қоямыз. Ал үй барысында біз бұны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Яғни қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді біз оны формасына келтіруге кірісеміз. Әр бөлшегін 80 грамнан алып өлшейміз. Қамырымызды белгілі бір формаға келтіріп, дайын қамырымызды жаямыз. Яғни әртүрлі формадағы тоқаш өнімдерін жасауды көрсетемін. Бұл яғни жүрек формасындағы өніміміз. Одан бөлек тағы да басқа формаларын түрлерін көрсетемін.
гүл тәріздес және роза гүлі тәріздес булочканың тоқашымыздың түрі. Және үшінші түрі бантик тәріздес тоқашымыздың түрін көрсетемін. Ол өте оңай және қонақтарға қойғанға өте әдемі болып келеді. Жайып болды. Жаңа жүрекше тәріздес тоқашымыздың түрін тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Бұл құрамына мак және де ішіне қосылатын қоспаның құрамына мак және де қант қосылып дайындалған қоспа. Формаға келтірілген тоқашымыз дайын. Енді бұл тоқашымызды 10-15 минутқа жылы жерге, яғни өндіріс орындарында қопсытқыш шкафтарға қояды. Қазір мен сіздерге үй жағдайында қалай қопсытқыш шкаф жасау керектігін үйретемін. Үй жағдайында қопсытқыш шкафты қолымызда бар духовкадан жасауымызға болады. Яғни 25-30 градусқа қоямыз. Өзімізді кіргіземіз. Бетін толығымен жаппай ашып қоямыз. Сол кезде бізде ішіндегі температура 25-30 градус болған кезде дайын өніміміз көтеріледі. Ол көтеріліп болғаннан кейін барып пісіруге жібереміз. Тоқашымыз дайын. Пешімізден шығардық. Енді тоқашымызды жұмсақтығын тексереміз. Осындай өте жұмсақ және дәмді тоқаш. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша пісірген тоқашымыз дайын. Енді сіздерге үйге тапсырма нан тоқаш өнімдерінің технологиясын игеріп, және де қызықты мәліметтер тауып, үй барысында тоқаш өнімін пісіру. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.